Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін біз функция графигінің асимптоталарын қарастырайық. Яғни бізге асимптота ұғымы осыған дейін таныс. Біз білеміз функцияның вертикал асимптотасы, көлбеу асимптотасы және горизонтал асимптоталарының болуының мүмкін екендігін. Және біз осыған дейін функция асимптоталарын табудың әдісін білеміз, яғни біз осыған дейін қарастырдық бұрыштап бөлу әдісін. Енді біз жоғары сыныптарда қарастырамыз функцияның асимптоталарын табудың шек арқылы есептеу әдісі. Яғни функция асимптоталарын шек арқылы қалай есептейміз? Жалпы біз функцияның вертикал асимптотасы болады, егер бөлшектің бөлімі нөлге айналдыратын мән болса да. Яғни вертикал асимптотада бөлшек функция болған кезде, бөлшек рационал теңдеулер болған кезде. Енді вертикал асимптота қалай табылады? Бөлшектің бөлімі нөлге айналдыратын мән x0 нүктесі болса, осы x0 нүктесінен оң жаққа немесе сол жаққа ұмтылғандағы шегі плюс-минус шексіздікке тең болса, онда x-тен болады x0 түзуі берілген функцияның вертикал асимптотасы деп аталады. Яғни x0 плюс 0 деген x0 нүктесіне оң жақтан ұмтылса деген, ал x0 минус 0 деген x0 нүктесіне сол жақтан ұмтылса деген сөз. Яғни екі шектің біреуі немесе екеуі де плюс-минус шексіздікке тең болса, онда вертикал асимптота деп аталады. x0 минус 0 дегенді кейде былай да жазылады. x-тен болады, мысалы x ұмтылады дейік, x 0-ге плюс деп аталады. Оң жақтан осылай да белгіленеді, x ұмтылады x 0-ге сол жақтан дегенді осы түрде де белгіленеді. Яғни плюс 0, минус 0 деп жазсақ та есеп дұрыс болады. Плюс, минус деп төбесіне индекс қойып жазсақ та, төбесіне белгі қойып жазсақ та, ол дұрыс болып есептелінеді. Енді функцияның көлбеу асимптотасы жалпы y-тен болады kx плюс b түрінде өрнектелетінін білеміз. Мұндағы k деп отырған коэффициентіміз f от x-тің x-ке қатынасы x шексіздікке ұмтылғандағы. Ал b коэффициентін табу үшін f от x-тен kx-ті азайтамыз, x шексіздікке ұмтылғандағы шегін табамыз. Егер k коэффициенті 0-ден өзгеше болса, онда берілген функцияның көлбеу асимптотасы болады. Егер f от x-тің x-ке қатынасы x шексіздікке ұмтылғандағы шегі 0-ге тең болатын болса, немесе k коэффициенті 0-ге тең болса да, онда берілген функцияның горизонтал асимптотасы болады. Яғни горизонтал асимптота жазылады бізде y-тен болады b түрінде. Яғни міндетті k коэффициентінің 0-ге тең болып кетсе, онда бізде шығады y-тен болады 0 көбейтілген x плюс b дегенді. Сонда y-тен b дегенді біз горизонтал асимптота деп айтамыз. Енді есепті толық түсіну үшін мынандай мысал қарастырайық. Y-тен болады 1 қосылған x квадрат бөлінген x минус 2 берілген функцияларының асимптоталарын табуымыз қажет. Яғни біз вертикал асимптотадан бастайық. Біз жаңа айтып кеттік, вертикал асимптотаны табу үшін бөлшектің бөлімін нөлге айналдыратын мән, яғни анықталу облысына енбейтін мән. Мысалы, берілген функцияның анықталу облысын тапсақ, бізде анықталу облысы минус шексіздіктен 2-ге дейін, бірігуі 2-ден плюс шексіздікке дейін деп шығады. Яғни x-тен 2 деген берілген функцияның анықталу облысына енбейді. Демек, x-тен 2 нүктесінде берілген функцияның вертикал асимптотасы болуы мүмкін. Онда анықтама бойынша вертикал асимптотаны табу үшін x берілген функция 2-ге сол жақтан ұмтылғандағы және оң жақтан ұмтылғандағы шектерін табамыз. 2-ге сол жақтан ұмтылғанда берілген функцияның шегі минус шексіздікке тең болады, ал оң жақтан ұмтылғандағы шегі плюс шексіздікке тең болады. Енді қараңыздар, ойлануларыңыз мүмкін, минус шексіздік, плюс шексіздік дегенді қалай шығардық? Оны шығару үшін x-ның орнына 2 минус 0-ді қоямыз. Сонда қалай есептелінеді? Яғни сіздер ойлауларыңыз мүмкін, 2 минус 0 мен 2 плюс 0-дің қандай разницасы бар да? Оны қараңыз мұны. Есептеп қарайық. X ұмтылады 2 минус 0-ге. Яғни біз білеміз, мына жерден кейін мен жалғастырып жатым, мұнда. X-ның орнына 2 минус 0-ді қоямыз. 1 қосамын
2 минус 0-дің квадраты бөлінген 2 минус 0 минус 2. Сонда біз білеміз 2 минус 0-дің квадраты 4-ке тең болады. 4-ке 1-ді қоссам 5 деген шығады да. Бөлімінде 2 мен 2 қысқарып кеткенде минус 0 қалады. Бұл маңызды бізге. Сонда 5-ті бөлем минус 0-ге. Біз білеміз А-ны 0-ге бөлсек шексіздік шығатынын. Демек 5-ті минус 0-ге бөлсем менде шығады минус шексіздік. Дәл солай 2 плюс 0-ді қоямыз. Так, мына есепті жалғастырып жатырмын жерге. X ұмтылады 2 плюс 0-ге да. 1 қосамын 2 плюс 0-дің квадраты бөлінген 2 плюс 0 минус 2 да. Алымында 5 шығады, бөлімінде 2 мен 2 жойылып кеткенде плюс 0 шығады. Значит, плюс 5-ті плюс 0-ге бөлсек, бізде шығады плюс шексіздік. Демек, x-тен 2 берілген функцияның вертикал асимптотасы. Енді біз табуымыз керек горизонтал немесе көлбеу асимптоталарын. Біз жаңа айттық, берілген функцияның көлбеу асимптотасы болу үшін y-тен бағады kx плюс b деген түзу шығу керек. Мұндағы k коэффициентін табу үшін айттық біз f от x-тің x-ке қатынасы, яғни x шексіздікке ұмтылғандағы шегін табамыз. Демек бізде f от x дегеніңіз 1 қосылған x квадрат бөлінген x минус 2, осыны бөлуіміз керек x-ка. Демек x бөлшектің бөліміне көбейтіледі. Енді шегін қарайық. Мысалы, мына жерде қарасаңыз, міне 1 шықты, яғни 1-ді қалай алдық? Шығарып көрейік. Лим x ұмтылады шексіздікке. Бізде шықты 1 қосылған x квадрат бөлінген x-ка көбейтсе, менде x квадрат минус 2x деген шығады. Берілген функцияны шексіздікке ұмтылғандағы шегін табу үшін біз айттық x-тің жоғарғы дәрежесіне бөліп тастаймыз. Демек, мына жерде лимит x ұмтылады шексіздікке. 1 бөлінген x квадрат қосылған 1 бөлімінде 1 азайтылған 2 бөлінген x та. Так, сонда бізде не шығайын деп тұр? Енді шексіздікті қоямыз. 1 бөлінген сан бөлінген шексіздік бізде ол 0-ге тең да. Демек 1 қосылған x квадрат бізде 0-ге тең болып кетеді. Немесе қазір жегізейін. 0-ге тең болып кетеді. 2 бөлінген шексіздік 0-ге тең болып кетеді. Сонда бізде алымында 1 бөлімінде 1 қалды. Демек, k коэффициенті 1-ге тең. Дәл солай, b коэффициентін тапқан кезде біз айттық f от x азайтылған kx дедік. K 1-ге тең, сонда 1-ді x-ка көбейтсем x-ті шығады. Демек, міне f от x-тен азайтам x-ті. Ортақ бөлімге келтіреміз. Яғни ортақ бөлім x минус 2-ден келеді. Сонда x минус 2-ні x-ка көбейтіп бізде x квадрат минус 2x болды. Алдында минус бар, сонда плюс 2x болып кетеді. X квадрат пен x квадратымыз жойылып кетті. 1 қосылған 2x бөлінген x минус 2 қалды. Дәл бірінші жол сияқты x-тің жоғарғы дәрежесіне бөліп тастаймыз, яғни x-қа бөліп тастаймыз. Сонда мына жерден арғата жалғастырып жазатын болсақ, лимит x шексіздікке ұмтылғанда x-қа бөліп тастап жатырмыз. Сонда 1-ді x-қа бөлем 1 бөлінген x, 2x-ті x-қа бөлем 2, x-ті x-қа бөлем 1, азайтам 2-ні x-қа бөлем 2 бөлінген x. Біз айттық сан бөлінген x 0-ге, шексіздік 0-ге тең. Міне. Демек 2 бөлімінде 1, 2 шығады. Онда k коэффициенті бізде 1-ге тең болды, b коэффициенті 2-ге тең болды. Демек бізде kx плюс b, x қосылған 2. Яғни x қосылған 2 деген берілген функцияның көлбеу асимптотасы. Бізде k коэффициенті 0-ден өзгеше сан болғандықтан берілген функцияның горизонтал асимптотасы жоқ. Яғни горизонтал асимптотасы жоқ дегенді жазу міндетті. Енді мынандай нақты есептер қарастырайық. f от x-тен бағады 4x-тің 2x плюс 3-ке қатынасы. Берілген функцияның асимптоталарын табуымыз қажет. Біз жаңа айттық, бөлшектің бөлімін 0-ге айналдыратын мән вертикал асимптота, немесе анықталу облысына енбейтін мән. Демек, мына жерде 2x плюс 3-ті 0-ге теңестіріп қарасаңыз, бізде x минус 1,5-ке тең болады. Яғни бізде анықталу облысы минус шексіздіктен минус 1,5-ке дейін және минус 1,5-тен плюс шексіздікке дейін. Немесе мына жерде бөлшектің бөлімін
нөлге тең емес деп қарайық, иә. Сонда мына бізде анықталу облысы -1,5-ті қабылдап тұрған жоқ. Демек, -1,5 нүктесі берілген функцияның вертикал асимптотасы болуы мүмкін. Демек, арқата табамыз. Вертикал асимптотаны табу үшін айттық. -1,5-ке сол жақтан ұмтылғандағы шегін табайық. 4х бөлінген 2х плюс 3. Енді бірден орнына қойайық. 4 көбейтем -1,5 минус 0. 2 көбейтем -1,5 минус 0 плюс 3. Алымында бізде -6 шығатты. Бөлімінде міне -3. 2-ні -0-ге көбейтем -0. Плюс 3 бар. Сонда қараңыз. -6 бөлінген -0 деген шығады. Сонда ол бізде береді плюс шексіздікті. Осыдан шатаспауыңыз керек. Лимит x -1,5-ке 10 жақтан ұмтылғанда, 4х бөлінген 2х плюс 3. Орнына қоямыз. 4 көбейтем -1,5 плюс 0. 2 көбейтем -1,5 плюс 0 плюс 3. Бізде жаңағыдай алымы -6, бөлімі плюс 0 болады. Сонда -6-ны плюс 0-ге бөлем, менде шығады минус шексіздік. Онда жазамыз. X тең болады -1,5 берілген функцияның вертикал асимптотасы болады. Вертикал асимптотаны таптық. Енді біз табуымыз керек көлбеу асимптотасы немесе горизонталь асимптотасы. Ол үшін біз табамыз k коэффициентін. Так, k коэффициентін табу үшін айттық. Шексіздікке ұмтылғанда x-іңіз f от x-ті бөлеміз x-қа, яғни 2x плюс 3-ті x-қа көбейтем деген сөз қода. Сонда 2x квадрат плюс 3x шығады. Арқарата x-ні жоғарғы дәрежесіне бөліп тастаймыз. Так, әр уақытта лимитті жазу отыру міндетті. 4 бөлінген x болады. 2 қосылған 3 бөлінген x болады. Сан бөлінген 0. Сан бөлінген шексіздік 0-ге тең. 2 қосылған 0. Демек, k коэффициентіңіз 0-ге тең болды. Онда вертикал асимптотасы болуы мүмкін. Так, бұны табамыз ол үшін. Біз айттық лимит x шексіздікке ұмтылғанда f от x-ті 4x бөлінген 2x плюс 3-ке азайтамыз kx-ті дедік. K 0-ге тең көбейтілген x. Значит, 0 болып кетті, да? Демек, 4x бөлінген 2x плюс 3-тің x шексіздікке ұмтылғандағы шегін табыңыз деген сөз. Біз жаңа айттық, жоғарғы дәрежеге бөліп тастаймыз. Яғни, екеуінде де жоғарғы дәреже 1 дәрежелі. Демек, 4x-ті x-қа бөлем 4 болады. 2x-ті x-қа бөлем 2 болады. 3-ті x-қа бөлем 3 бөлінген x. Сонда 3 бөлінген x шексіздікке ұмтылғанда 0-ге ұмтылады. 4-ті 2-ге бөлсем 2 деген шығады. Демек, b коэффициенті 2-ге тең, k 0-ге тең. Демек, y-тен болады 2 деген берілген функцияның горизонталь асимптотасы. Так, берілген есеп түсінікті болар деп ойлаймын. Дәл солай келесі екінші есепті қарайық. X квадрат бөлінген 1 минус x. Вертикал және көлбеу асимптоталарын табуымыз керек. Дәл солай анықталу облысы 1-ді қабылдамайды. Демек, x-тен 1 вертикал асимптотаға зерттейміз. Лимит x ұмтылады 1-ге. X квадрат бөлінген 1 минус x. Так, 1-ге сол жақтан ұмтылса. Так, 1 минус 0-дің квадраты 1 минус 0. Сонда минус плюс болып кетеді. Демек, 1 бөлінген плюс 0 қоя. Плюс шексіздікке тең. Сразу жазып кетуім болады, уже екіншісін. X 1 плюс 0 болғанда f от x и минус шексіздік. Мен сразу жазып кеттім, өздеріңіз тағы сол сияқты 1 плюс 0-ді қоясыз да есептейсіз. Демек, жазамыз x-тен болады 1 берілген функцияның вертикал асимптотасы. Так, енді көлбеу асимптотаны қарастырамыз. Яғни бізде k коэффициентін табуымыз керек. Так, k коэффициентін табу үшін айттық. Лимит x шексіздікке ұмтылғанда f от x-ті
x квадрат бөлінген 1 минус x'ті x. Так, 1 минус x'ті x'қа көбейтем ғой, я? X минус x квадрат. X'тің жоғарғы дәрежесіне бөліп тастаймыз. Яғни x квадратты x квадратқа бөлсем 1 болады. X'ті x квадратқа бөлсем 1 бөлінген x болады. X квадратты x квадратқа бөлсем 1 болады. Сонда менде 1 бөлінген шексіздік қода. Жоқ. 0 екен қода. 1-де шексіздік 0 болады. Минус 1 екен ғой. Значит, минус 1 болды. Онда бізде көлбеу асимптотасы бар, я? Себебі k коэффициенті 0-ден өзгеше. Бұны табамыз. Лимит x ұмтылады шексіздікке f от x. Так, x квадрат бөлінген 1 минус x. Азайтамын kx. K минус 1 кетен, значит, плюс x болып кетеді. Демек, ортақ бөлімін жерде 1 минус x болады. Сонда лимит x шексіздікке ұмтылғанда бізде бөлшектің бөлімі 1 минус x. Алымы x квадрат. Так, плюс x'ті 1-ге көбейтем плюс x. Плюс x'ті минус x-қа көбейтем минус x квадрат. Сонда бізде шығады лимит x ұмтылады шексіздікке. Алымы x квадрат минус x квадрат кетті. Плюс x қалды, бөлімі 1 минус x. Так, x-тің жоғарғы дәрежесіне бөлеміз. Сонда x-ті x-қа бөлсем 1 болады. 1 бөлінген x азайтылған 1 болады. 1 бөлінген x шексіздікке ұмтылғанда 0-ге ұмтылады. Демек, 1 азайтылған 1 бөлінген минус 1 кетен. Онда жазамыз k бізде минус 1 кетен болды, b бізде минус 1 кетен болды. Значит, көлбеу асимптота минус x минус 1. Көлбеу асимптота. Жазып қояңыз. Горизонтал асимптота жоқ деп. Бізде мына бірінші себебімізде көлбеу асимптота болған жоқ та. Жазып қоямыз. Мынде k уже 0-ге тең болып кетті, уже қасына жазып қоюыңызға болады, я? Көлбеу асимптота жоқ деп. Так, сіздерге есеп түсінікті болған шығар деп ойлаймын. Егер шекпен табуда сіз есепті дұрыс шығардыңыз ба, дұрыс шығармадыңыз ба, білмей тұрсаңыз, яғни өзіңіздің шығарған есебіңізге күмән келтіріп тұрсаңыз, онда бұрыштап бөлу әдісін қолданып көріңіздер. Так, мен алдағы сабаққа саламын, дәл осы есептерді бұрыштап бөлу әдісі арқылы асимптоталарды табу жолдарын. Арнамыздан алыстамаңыздар. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазуларыңызға болады.